Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Сіздермен бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы сынықтан кейінгі сүйектің репаративті регенерациясы. Яғни бүгінгі сабақта біз сынықтан кейінгі сүйектің репаративті регенерациясының кезеңдері мен ағымын айтатын боламыз. Сынған сүйектің бітуі үшін адам организмінде әртүрлі жергілікті және жалпы биологиялық өзгерістер болады. Сондықтан да травматолог сүйек мүйізгегінің пайда болу механизмін білуі қажет. Сүйектің қай жері сынса да сынықтың орнына қан құйылады да қанды ісік пайда болады. Қорыта айтқан кезде сүйек мүйізгегінің пайда болуы қанды ісіктен басталады. Кейіннен қанды ісік біртіндеп сүйек мүйізгегіне айналады. Сүйек мүйізгегінің пайда болуы 3 сатыдан тұрады. Бірінші сатысында ол 3-10 күн ішінде қанды ісіктен мезенхимиалды тін қалыптасады. Сынған сүйектің ұштарынан біртіндеп қанды ісікке грануляциялық тін өседі. Қанды ісіктен фибриннен ісік сұйықтықтан сынған сүйектің ұштарын ұстап тұратын қоймалжың кесек пайда болады. Осы мезгілде қанды ісікке сынған сүйектің ұштарынан және барлық организмнен кальций мен фосфор элементтерінің жиналуы көбейеді. Сынған сүйектің біту сатысында фосфатаза ферменті өте көбейіп, фосфорлы кальцийдің экстравазаттарының көп жиналуына әсер етеді. Жиналған экстравазат сүйектің сынған ұштарын жауып тұрады. Сүйектің бір-бірімен өсіп қалыптасуына тән нәрсе көбейіп жиналған фосфатаза сынған сүйек толығымен біткенше сынықтардың арасында болады. Сынған сүйектің қайта құрылу сатысын сіздер суреттен көріп тұрсыздар. Яғни бірінші сатысында 10 күн ішінде қанды ісіктен мезенхимиалды тін қалыптасады. Сынған сүйектің ұштарынан біртіндеп қанды ісікке грануляциялық тін өседі. Қанды ісіктен фибриннен ісік сұйықтан сынған сүйектің ұштарын ұстап тұратын қоймалжың кесек пайда болады. Осы мезгілде қанды ісікке сынған сүйектің ұштарынан және барлық организмнен кальций мен фосфор элементтерінің жиналуы көбейеді. Сынған сүйектің біту сатысында фосфатаза ферменті өте көбейіп, фосфорлы кальцийдің экстравазаттарының көп жиналуына әсер етеді. Ал жаңағы айтылған экстравазат сүйектің сынған ұштарын жауып тұрады. Сүйектің бір-бірімен өсіп қалыптасуына тән нәрсе көбейіп жиналған фосфатаза сынған сүйек толығымен біткенше сынықтардың арасында болады. Ал енді қазір көріп тұрған суреттеріңіз бойынша бұл екінші сатысы. 10 күннен 50 күнге созылып, сынған жерде коллагендік талшық пайда болып, оған белок шоғырланады да кейінде остеоидтық балкалардың пайда болуына негіз болады. Сынған сүйек арасында болып жатқан морфологиялық процеске гипертрофияланған шеміршек материал болады да кейіннен бұл шеміршек грануляциялық тіндердің орнын басып, сынған сүйектің екі ұшын жалғастырады. Шеміршек жасушалар сынғаннан кейін 6 жұма өткен соң пайда болады. Бұл саты шеміршек тіндердің кальцинациялануымен бітеді. Шеміршек жасушалары мен остеобласттардың өршіп өсуі басылғаннан кейін фосфатазаның мөлшері орнына келеді. Ал енді көріп тұрған сурет бойынша бұл бізде сүйек сынықтарының бітуінің 3-ші сатысында сүйек мүйізгегінің известенуі, яғни әктенуі, остеоидтық тін пайда болуысымен басталады. 3-ші сатының аяғында шамамен бұл 30-шы және 90-шы күндері рентгеннің суретінде тығыздалған сүйек мүйізгегі анықталады. Клиникалық тұрғыда сынықтың бітісінің барлық белгілері байқалады. Сүйектің серпімді деформациясы және сынған бөліктердің осьтік жүктемеде қозғалысы анықталмайды. Сүйек мүйізгегі клиникалық және рентгенологиялық тұрғыдан көрінеді. Ауырсыну синдромы жоқ. Бірақ сүйектің физиологиялық тұтастығы толық қалпына келетін консолидация процесі әлі аяқталмаған. Венозды қан айналымының бұзылыстары мен жұмсақ тіндердің трофикалық өзгерістері сақталады. Яғни келесі суретте көріп тұрғандарыңыз бұл сүйек сынығының бітуінің соңғы сатысы, яғни 4-ші сатысында бұл кезең зақымдалған сүйектің морфологиялық
және функционалдық тұрғыдан қалпына келумен сипатталады. 1 жыл өткеннен соң, одан кейінгі уақыттарда сүйектің сынған жері бітіп, функционалдық өзгерістер болады. Морфологиялық тұрғыдан қарағанда, осы уақыт ішінде сынықтың ортасында пайда болған формасы сүйек қатпарлы трабекула алмасады және сүйекте өзек пайда болады. Консолидация толық аяқталғанға дейін зақымдалған аяқ-қолға шамадан тыс күш түскен жағдайда қалпына келу үдерісінің баяулауы немесе мүлдем тоқтап, жалған буын пайда болуы мүмкін екенін естен шығармаған жөн. Сонымен қатар, қайталама тіпті болмашы жарақаттың өзі қайтадан сыну рефрактура қаупін арттырады. Егер сынған жерде қозғалыс сақталатын болса, жас өсіп келе жатқан сүйек мүйізгектері зақымдалған өсуін тоқтатады, сондықтан шеміршек және фибриозды тін бітпей жалған буынға айналады. Ал жалған буынның пайда болу себептері жалпы және жергілікті болып екіге бөлінеді. Жалпы себептеріне келетін болсақ, сынықтың бітпеген себептері сияқты авитаминоз, әртүрлі жұқпалы аурулар, мешел. Бұл себептер тек қана 4% болған жағдайда болса, жергілікті себептер 96%-ды құрайды. Жергілікті себептердің ішінде негізгі сынған сүйекті емдеу уақытында жіберген қателіктер болып есептеледі. Олар сынықты орнына салмау, гипс таңғышын жеткіліксіз салу, қайта-қайта айырбастау, ерте салу. Сүйекті үздіксіз тартқанда уақытында рентгенограмма жасалмау, осылардың барлығы бұл бұзылыстарға алып келуі мүмкін. Сүйектің тағы бір бітпеу себебі сынған сүйектің анатомиялық ерекшеліктері, оның қан айналысы, маңайындағы бұлшық еттердің және сүйек қабының бар жоғы әсер етеді. Ашық, әсіресе атылған сынықтардан кейінгі пайда болған жалған буын ерекше орын алады. Өйткені айналасындағы тіндер сүйек қабығы үлкен көлемде зақымданып, жара біткесін орны астындағы тіндермен жабысқан тыртық болып қалады. Назарларыңызға рахмет. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, комментарияға жазуларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар.